Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздермен мультиваркада тамақ жасау әдісімен бөлісемін. Бүгін дайындайтынымыз рассольник. Өте дәмді сорпа. Видеоны ақырына шейін қараңыздар. Қалай жасайтынымызды бірге көреміз. Оған керекті заттар, міне көріп тұрғандарыңыздай, сәбіз, картошка, пияз. Ең бірінші керегі бізге соленый огурцы, ет, перловка, томат. Бірінші міне мультиварканың ыдысына азғантай ғана май құямыз, 2-3 ас қасық. Одан көптің керек жоқ. Үстіне пиязды салып, ағарғанша қуырамыз. Қуырғанда қуырылмайды, пастеризовать дейді. 1-5 минут уақыт қана кетеді. Бұған мен мультиварканың выпечка режиміне қойдым. Выпечка режимінде бірінші бәрін жасап аламыз. Оның үстіне сәбізді салып, оны да 3-4 минут қана осылай тушить етеміз. Оның үстіне енді жуылған, туралған етімізді саламыз. 10 минуттай қуырып аламыз бәрін бірге. Әлі де выпечкада тұрады. Жақсылап 10 минут қуырып алғаннан кейін жаңағы томат пастамыздың үстіне су құйып араластырамыз. 2 ас қасық томат пастының үстіне бір осындай кружкаға, стаканға толтырып су құйып, томатный соус сияқты етіп жасап аламыз. Соны етіміздің үстіне құямыз. Оны да бір араластырып аламыз. Бұл мультиваркада тамақ жасау өте оңай және пайдалы тамақ. Майлы емес. Ең бір жақсы жері мультиваркада тамақ пісіп болғаннан кейін ол подогрев деген режимінде тұра береді. Қай уақытта келсеңіздер де, сіздерде алдарыңызда тамақ дайын қойып, бәрін кеткеннен кейін өзімен өзі пісе береді, ашып қозғамайсыздар. Міне үстіне огурцемізді қостық. Туралған кішкентай етіп осындай. Огурцы міндетті түрде соленый огурцы болу керек. Оны сәл қуырып алғаннан кейін үстіне картошкамызды қосамыз. Картошканы да көріп тұрғандарыңыздай етіп турайсыздар. Ондай ірі етіп турағанның керек жоқ. Бұл мультиварканың бір кереметі, бұл езілмейді. Қанша тұрса да ішіндегі картошкасы, сәбізі, не салсаң да сол қалпында тұрады. Бірақ мына салған перловкаларыңыз піседі. Перловка басқа мезгілде кастрюльге қайнатсаңыздар, түннің үстіне болмаса 1-2 сағатқа суға салып қою керек. Ал мультиваркаға пісіретін заттың ондайдан керек етпейді. Енді суымызды құйдық, суымызды көріп тұрғандай мынандай сызықтан асырмайсыздар. Қақпағын жауып, осы выпечкада қайнатып аламын. Выпечкада қайнап болғаннан кейін тушение қоямыз. Міне тұзын салдым судың ішіне. Міне сол қалпы тұр. Мінде выпечка Panasonic-та 40 минутқа қойылатын. Басында 40 минутқа қоямын. Сол 40 минут өткенше бұл өзі қайнап үлгереді. Міне қайнап қалды. Осындай болып әдемі сорпа болып шығады. Не суы бітіп қалмайды. Қанша су құйдыңыздар, мультиваркада жасаған заттың суы азаймайды. Осы қалпы шығады. Тек ішіндегілердің бәрі дара-дара болып піседі. Уақыт өткеннен кейін мен 1,5 сағатқа, 1 сағат содан кейін 30 минуттан қосып отырады. Тушениеге қойдым да. Болды, жауып қоясыздар. Одан кейін мұтасыздар. Піскеннен кейін 2 жапырағын қостым да, бір жапырақты 10 минутқа қайтадан выпечкаға қойып алдым, қайнағанша. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Осындай сіздерде мультиварка бар болса пісіріңіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай суы азаймады, сол қалпы шығады.
үйден жұмысқарыңызға кететін болсаңыздар, салып кетсеңіздер тамақты, келгенде тамақтарыңыз дайын тұрады. Содан кейін осындай сорпаның ішіне тарелкаға бір қасық қаймақ салып ішсеңіздер, өте дәмді сорпа дайындаңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.